сыйлық па не? Қайдан келдің? Тілек сияқты. Тілектің бойы да осындай болып тұр ғой. Тілек жоқ, енді Тәужан құшақтаймын. Тілекке подарка дейді. Мүмкін шын едім. Тілек шетелге кетті. Балиға жетті. Вау! Тілек. Шақты екен? Шақ сияқты. Сәл ерте бергенде ғой. Қазір Балида киіп жүреді. Балида жүрма тілек? Иә? Вьетнамнан Балиға жетті, құдай қаласа. Еще қасында нандай бар екен. Шоколад. Жеп қойсақ, тілек ұрсады. Сап қойып қойық. Ойбайна, шарикті қалай сыйдырамыз деп тұрмын мен де. Иә. Ой, дәу ма кішкене? Мен негізі сізге бір номинация жетпеді, иә? Сен біреуін де алмадың ба? Бір үйден, бірақ үшеуі түрде болса нормально ғой, иә? Ау, нормально ма? Иә. Сізге нормально болса болды. Қаты бар екен ғой, қатын көріңіз. Қатын оқы жүрек. Осы маусымда сен біраз жүректерін көрдің. Деген сияқты ол, короче. Визиттердің рестораны ғой негізі. Екі алмай қалғанымыз бітті енді. Әзбейте келдік. Мен от жақып қоятын бар еді. Мен жақып қоятын еді онан. Енді ең басты сұрақ, енді бәрі кәдімгі сұрап кетті. Сендер не істейін деп жатсыңдар, өзі бірге тұрайын деп жатсыңдар ма деп. Мына кісінің кешегі айтқан әңгімесінен кейін не істейін деп жатыр кісіне. Бірақ енді біз ойлап отырдық, оны бүкіл прям сториске деп айтпай лучше. Телеграмда өзіміздің близкий, жақын деген адамдарымыз сол жақта ғой көбінесе. Бізді қолдайтын көбінесе. Сол үшін мен ойлаймын, сол жақта айтқанымыз дұрыс сияқты. И пока екеуміз сол туралы сөйлесіп жатырмыз. Толықтай сол жақта істеумен көрсетіп. Короче, қазір продолжениесін көресіздер. Тұратын болма, тұрмайтын болма деп қойыңыздар. Иә, қазір ссылка қалдырып кетемін, сосын көріңіздер. Кесі, маусым, далақ. Маусым фразасы. Хорошо, деші. Ойбой, маусым барсы. Бөлексің. Маусым моделі. Маусым үштігі. Маусым тойы. Ой, бұйырса. Маусым негативі. Маусым мәдинасы. Сұлуы. Жоқ, міне мен сұлу. Маусым талбасасы. Маусым крашы. Маусым крашына қателесіп көріп кеткен. Аяқталды, және мен дайректімді ашып қарадым. Однотипный, барлық однотипный сообщениелер екен енді. Анда бәрі жазып жатыр да, енді саған неге берді, анаға неге берді деген сияқты достар. Енді ол андай нәрсе ғой, енді өзінің бұйырғаны, әрбір адамның маңдайына жазылғаны, сол сағатта, сол уақытта. Сондықтан ол нәрсе үшін қатты бір өздеріңіздің өмірлеріңіз өтіп баратқандай комментарийлер жазып, сообщение жазбай қойыңыздар. Мен не бір оңған адам дейсіздер мені. Мен де ответ дегенді басам да, сіздерге жүректеріңізді ауыртатын бірдеңе жазып қою мүмкін. Сондықтан ондай нәрсе істемей қойыңыздар. Барлығы күшті өтті деп ойлаймын. Жалпы көптеген номинация өздерінің сай, өздерінің егерлері алды деп ойлаймын. Және Қосылайық ұжымына, Қосылайық жобасына үлкен рахмет айтамын. Мені жаңа қырымнан танытқан, мені елге, халыққа танытқан, мені күшті адам еткен, жетілдірген жоба. Сондықтан жалпы мені қолдаған жандардың да барлығына үлкен рахмет айтамын. Ал бізде туса. Бүгін қалдарыңыз қалай? Барлық шаруадан босап, кішкене продукт алайық, балаларға көңіл бөлейін деп жатыр. Мысалы, Магнумға келіп қалып, продукт алып жатырмын. Подружкаларым соғып жатыр, шірімейді ғой холодильникте. Солай қапталды. Ал біз аквапаркке шықтық. Бүгін балаларыма көңіл бөлейін деп Майамиге бара жатырмыз. Қазір такси күтіп отырмыз. Иә, бүгін балаларыма көңіл бөлейін деп жатырмын. Алматыда вообще таксиге ақша көп кетеді екен, иә. Қазір прям біраз ақша кетіп қалды ғой. Срочно менің Ақтаудан машинамды алдыру керек болып тұр. Сосын спокойно өзім машинамен жүретін деп ойлайын тұр. Все, ладно, давай. Пока. Ладно, давайте, достар, эфирге кіріп барады. Біз шықтық.
Элдар қайтадан эфирге кетіп барады. Молодец. Пока. Аха, давай, пока. Баршаңызға, қолдап жатқандарыңызға. Үйге келіп сразу өзіне алып кеттім деймін ба? Бокал сындырып алған ғой балам. Келіс ұстап алып жатырмын енді. Аяқтарына кіріп кетер деп. Давай, мен мынандай дауысты айқайлап әңгіме айтып отырмын ғой сіздерге. Барлықтарыңызға рахмет, қолдап жатқандарыңызға. Өте күшті. Бүгін соңғы эфир. Соңғы эфир қалай? Ощущение қалай? Жоқ, соңғы эфир. Бля, ужас. Насыл жаттап алыңдар. Я, жаттап алыңдар. Келесі сол келсе айтыңдар. Тимеу барласақ деп айтты. Я. Құдай қаласа біз араласамыз, я? Қосылайық бітеді, Аягөз Корея кетеді. Как всегда, я остался один. Бізде дайындық. Қызу жүруде, мына жерде Айдана деген красавицамыз. Ең жақын болған қатысушының бірі. Мына жерде Айгүл жүр. Айгүл береді. Қандай адамдар отыр мына жерде? Осы вайпты сағынамыз ғой. Бүгін осындай күшті красотка болып тұрмын. Не могу. Образымда қараңыздар, қандай әдемі көйлек. Бұл көйлекті представляете, мен бұрында 5 жыл бұрын алғам ғой. Сол бойы бір ретте бозын кимегем, сандықта жатқан ғой. Сөйтіп қосайық бітетін кезде енді сандықтың бәрін ақтарып тауып алған сол. Мә, осы қосайыққа киюге бұйыртыпты ғой, осыны көйлек. Вообще в шоке. Кайф. Сол, сіздердің күндеріңіз сәтті өтсін. Біз енді бүгін бізде номинация айта кеткендей, так что қалдырмай қараңыздар.